Бүгін менде қонақта еліміздегі ең танымал гүл магазиндерінің Royal Flowers-тың негізін қалаушы. 3 елде: Қазақстан, Қырғызстан и Америка. Қанша точка? 27. Қанша сотрудниктеріңіз қайталап? 500-ден астам. Екі баланың әкесі, айына 700 миллион теңге табыс табатын кәсіпкер Адил Тасболатов. Қазіргі таңда қанша ақша табасыздар? Бәріне ең қызығы сол ғой. Барлық 5-6 направлениямыз бар. Оның бәрін санап жатқан жоқ. Мен тек қана Royal Flowers-тың сіздерге сандарын айтып жатырмын. Бүгінгі выпуста біз кәсіпті қалай дұрыс бастау керек? 10 миллион теңге қалай оп-оңай табуға болады? Қазір шанс көп ақша емес енді. Хотя бы 10 миллион табуға оңай. Вот 10 миллионнан кейін уже оқу керек, курсқа бару керек, әртүрлі. 10 миллионға дейін оңай үйреніп аласың. Айына 700 миллион теңге жасау үшін қандай құпияны білу керек? Былтыр 2023-те қанша істейтін едіңіздер? 22-де қанша істейтін едіңіздер? Сұмдық рост қой. Не үшін ондай рост болып отыр? Не істеу керек ондай рост болу үшін? Мен вообще шынымды айтсам, мен қазір бірдеңкені айтпай тұрған жоқпын. Шынымен ешқандай секрет жоқ. Секретного ингредиента нет. Да. Осы бойынша айтқан болатынбыз, выпуск өте пайдалы. Соңына дейін көріңіз, лайк басыңыз және маған тіркелуді ұмытпаңыз. Сәлем, ребята. Мен Өндір Саят. Бүгін бізде подкастта Адил Тасболатов, Royal Flowers, дұрыс айттым ба? Я, рахмет. Royal Flowers. Адил, давайте сразу. Адил Тасболатов ол кім? Екі ұлдың әкесімін. 500-ден астам командамызда балалар деппін ғой, жұмысшылар бар. 27 точкамыз бар. 18 қалада, 3 мемлекетте. Цветочный магазин. Royal Flowers ол. Тағы крем кондитерский бар, производство коробок бар, оптом гүл әкелеміз, әртүрлі өзіміз өшіреміз, қызғалдақтарды осы жерде Алматыда. Көп нәрселер істейміз, бәрі гүлдің қасында. Гүлдің айналасында, Сонда қазір қанша елде дедіңіз? 3 елде: Қазақстан, Қырғызстан и Америка. Қанша точка? 27. Қанша сотрудниктеріңіз қайталап? 500-ден астам. Мен точно білмеймін, өйткені әртүрлі, бүгін біреу кетеді, біреу келеді. Бұл вообще қазіргі таңда қанша ақша табасыздар? Бәріне ең қызығы сол ғой, в целом. Әртүрлі, в среднем примерно 600-700 миллион түседі. В месяц? Да, айына. Айына, в среднем. Ол цветочныйдан. Ол цветочныйдан. Да. Қазір уже сіздер гүлдерді өздеріңіз не істеп жатсыздар, Өсіріп өсіріп жатсыздар. Бірақ оны санап жатқан жоқ. Мен вообще барлық 5-6 направлениямыз бар. Оның бәрін санап жатқан жоқ. Мен тек қана Royal Flowers-тың сіздерге сандарын айтып жатырмын. Вообще бұл бизнес қашан басталған? 2013 жылы бастадым. Осы политехте оқып жүргенде 2-ші курста мен просто бір Жангелдина деген базар болған, сол жақтан гүл алып Алматыда сатқан. Тема. 2013-те басталған бизнес, почти 10-11 жыл, 10-11 жыл, и қазір осындай үлкен уровеньде там в месяц 500-600 миллион. Вот, ребят. Үлкен деп ойламаймын. Өзім күнде ренжимін ондай цифраларға. Миллиардқа жете алмаймыз деп. Кейбір айда жетеміз миллиардқа, бірақ ол праздничный айлар, март, февраль айлар. Вообще сонда цель қандай? Сонда қанша, в месяц Қазақстанда қанша істеуге болады деп ойлайсыз сонда? Біз 10% деп айтып жатырмыз. Доляны? 10%. Біздің ойымызша ол 5 миллиондай. 5 миллион доллар айына жасауға болады деп ойлаймыз. 2,5 миллиард. Давайте енді кеттік, басынан бастайық. Вообще 2013-те басталған бизнес екен. Ал өзіңіз қаяқтансыз, қаяқта тұрғас, туылғас? Мен Алматы облысы Жамбыл ауданы Мыңбаев ауылында туғанмын, бірақ ояқта өмір сүрген жоқпын. Мен сразу Каменкаға кетіп қалдық, біз Каменка мына жақта. Сол жақта 1-2 класс оқыдым. Сосын әке шешеміз Қостанайға көшті. И барлық өмірімді осы 3-ші класстан 11-ші классқа дейін ең такой запоминающий сәттерді ол Қостанайда өстім. Қостанайда тұрдым. Қостанайды бітіріп, мектепті дарынды балаларға арналған Ыбырай Алтынсарин мектебін бітірдім. Сосын политехке түстім, Сатпаевқа, металлургқа оқыдым. Металлургияны бітірген соң Москвада оқыдым, тағы магистратурада.
Москвада жұмыс істедім. Қанша уақыт болдыңыз Москвада? 4 жылдай, 3,5 жылдай. Ол Москвада тұрған басқа елде оқыған қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Өміріңізге әсер етті ма ол? Пайдасын бай? Менің ойымша, әр сенің күнің, ол сенің тәжірибең. Сол 3,5 жыл мен күшті тәжірибе алдым Мәскеуде. Жұмыс істедім, директор болдым, ол жақта бір магазинда консультант болдым, продавец консультант болдым. Әртүрлі нәрселер істедім и күшті өзіме опыт жинадым. Үйде қаншаусыздар сонда? Үшеуміз. Кіші інім бар, ол қазір Америкада жұмыс істейді. Америкада қанша 17 жылы көшкен, 7 жылдай сол жақта тұрады. И тағы кішкентай ініміз бар, ол 16 жаста. Талдықорғанда КТЛ-да оқиды. Байқағаным, әкеңіз футболдың фанаты, футбол ойнаған, по-моему, или қалай? Кім біледі, вот футболды да, гол журналдары болған. Біз әр апта сайын бізге әкеміз сол гол журналын әкеліп, өзі бізге футболдыға апарып, өзі бізді секцияға апарып жүрген, күшті вообще. Өз үлесін көп қосқан. Мен туған братишкам капитан болды Тоболда. Мен тоже Тобол 93-ке ойнаған. Бірақ ол жақта менде недовес болған. Недовес — это когда худой слишком, да, и не можете корпус поставить тогда. Сондай нәрселер болған. Қазір наоборот перевес болып кетті, но это уже поздно. 17 жаста емес. Менде футбол ойнағам, менде де сол ең проблема сол еді. Менде қанша 60 вес, по-моему, вообще өспейтін еді. И ол жаңағыдай үлкен командаға ойнауға кішкене кедергісін тигізетін еді. Ал вообще футбол қанша уақыт ойнағасыз сонда? Былай, по времени. Всегда. Всегда? То есть вообще болған жоқ ондай, что біз футбол ойнаған жоқпыз. Вообще ешқашан. Просто әртүрлі уровеньда ойнайсың ғой. Иногда проф уровеньда ойнайсың, иногда любительский, иногда, и, конечно, көп уақытын уже любительскийде ойнап жүрміз. Кеше просто байқап отырмын, осы чемпионат Европаға барып қайттыңыздар, әкеңізді алып бардыңыз. Қандай сезім осындай үлкен футболға алып бару енді? Әкең футболдың фанаты ғой? Оған қатты ұнады. Мен өзімнің гештальдымды жаптым деп ойлаймын. Мен өзіме әртүрлі арман қоям. Арман емес, цель, да, даже. Потому что любой арманың сен вообще нақты целің болу керек та. И солай цель қоясың, и әртүрлі жылдарды қоясың. Мысалы, біз қазір 26 жылы Америкаға барамыз деп ойлап жатырмыз, чемпионат мираға. И әртүрлі қоясың, мамаға мынандай армандары бар, әйелімнің мынандай армандары бар. И әртүрлі өзінің жұмысына байланысты, өзінің қаражатына байланысты, уақытына байланысты соның бәрін шешуге, стараюсь шешуге. Мен де андайда бүйтіп айтамын, мен постоянно арман, егер оған баратын жоспар пайда болған кезде, мысалы, цель андай не болады, дедлайн пайда болады, на уақытта жетемін деген сияқты. Сол кезде ол мақсатқа айналады деп ше. И ол цельға айналады, ал любой цель достижима. 100%. Любой мақсатқа жетуге болады. Мен де қазіргі сол осы темаға байланысты ғой, мен де әкем футболдың фанаты. Кішкентайымнан бір футболға апарады, футбол көреміз, Барселона фанаты. Мен де содан кейін Барсаның фанатымын әліге дейін. И мен де сондай арманым бар, мақсатым сол чемпионат мираға әкемді алып бару, Құдай қаласа. Да, или Лига чемпионов, Nou Camp'қа. Вообще қызық болады. Мен сіздердің стористарыңызды көрген кезде скрин істеп алдым. Менде андай бір нәрсе бар. Скрин істеймін да, и телеграмға салам. Өзімде бір канал бар, ешкім көрмейтін. Типа, сіздер скрин соға сап қоя, мен де осылай істеймін деген сияқты. Вот сондықтан да сол жерден де кішкене типа мотивировать еткенге от души рахмет. Ал тағы да цель бойынша 2026-та сондай цель деп жатсыз. Вообще дәл қазір қандай үлкен мақсаттарыңыз болып тұр? Мақсаттарыңыз бар? Бізде мақсат деп айта алмаймын. Бізде әртүрлі прям дорожный карта бар. И біз омен прям жүреміз. Мысалы, осы 1 августта мынандай точкалар болу керек, осындай кассамен, осындай қалаларда. И әртүрлі жоспар бойынша жүреміз. Сондықтан да бізде сіз айтып отқандай бәрі декомпозициямен жасалған. И
әр сенің мақсатың оңай деп саналады да. Егер де сен күнделікті оған қадамдар жасасаң, иә, жіліктеп бөлсең и біртіндеп қадам жасасаң. Ал оны қашан істедіңіздер осы декомпозицияны, стратегияны? Қанша уақытқа қоясыздар стратегияны? Қазіргі кезде 3 жылға жазылған, бірақ менің ойымша ковид болуы мүмкін, қаңтар болуы мүмкін, әртүрлі мезгілдерге байланысты, әртүрлі событияларға байланысты ол пландар өзгеріп кетеді. Бірақ қазіргі кезде более-менее нормально бәрі жақсы болып жатыр. Егер де курс доллары өспесе, онда біз бәрі осы роудмаппен жүре аламыз. По плану келе жатырық десеңізші. Вообще, самые первые деньги қалай таптыңыз? Алғашқы ақша қаяқтан таптыңыз? Алғашқы көп ақша ма, или алғашқы вообще бірінші зарплата? Бірінші ақша, и одан кейін көп ақшаға барамыз. Ең оңайы ол мен просто жазда, есімде жоқ қаншада болғам, 14-те, 15-те бір ресторанға барғам біздің қалада. И сізге жұмысшылар керек, официант болайын, анамна, олар жоқ, ештеңе керек жоқ. Бірақ мына жақта көп балкалар жатыр, сол аяқтан шеген шығару керек. Олар получить бэушный, оларды шеге шығарсан уже нормально, и бірдеңке істейді да, соның шегесін шығарып 500 теңге алғам 2 күнде. И сол 500 теңгеге магазинға барғам, и сразу бітіп қалды да. Там үйге бірдеңке алғам, пряник там и так далее. И мамам жылап, короче, типа, ты чё, олай жұмыс істегенің керек емес, маған анау. И қызық опыт болды, қатты әсер етті. Қаншадасыз сонда примерно? Есімде жоқ, 13-те, 14-те солай примерно. Просто мен байқағаным, көп кәсіпкерлер кішкентай кезінде, жалпы вообще кәсіпте успешный отқанымдардың кішкентай кезінде де сондай бір ақша тапқан екен да. Вообще мектеп кезінде как-то зарабатывали что-то ше. Да, по-любому. Вот. Потом мектеп кезінде 10-11 класста көп ақша тапқанымыз, уже біз фотограф болып жұмыс істедік. Дос одноклассникіміз екеуміз пятница, суббота күні интернеттан қашып, фотограф на свадьбах, білесіз ба, распечатка жасайсыз, короче, мен сататынмын, а ол отыратын компьютердің алдында ол фоткает он, потом распечатывает, а мен соны сататынмын. Солай Қостанайда кафе, ресторандарда жүретінбіз. Админдарға кішкене ақшасын төлеп, сол жақта отыратынбыз. Қалай енді гүл сатам деген идея келді, қаяқтан келді? Прям үлкен идея болған жоқ, просто мен бір жерді таптым, өте арзан сататын. Олар сол кезде 200 теңгеден сататын розаларын. 200-ден ба, 150-ден ба. И мен балалардың бәріне футболдан, одногруппниктарға бәріне айтқам, ғой, сол жақтан алыңдар, менен десеңдер, онда скидка болады. И бәрі бара берген ғой сол жерге. Мен әділден, бір күні мен өзім барғам алуға. И басқа мен танымайтын адам тұрда, мен әділденмін деп. Мен түсінбей қалдым, ол айтады, сенен өте көп адам келеді. А ол сарафанкамен кетіп қалған ғой. Сосын ол айтты маған, жүр, жұмыс істейік бірге. И мен ақшам болған жоқ бірге жұмыс істейтін. Мен просто ВКонтактеден паблик аштым, и ВКонтактеден гүлді саттым. Сол кезде... Это қай жылдары? 13-ші жылы. Жаңағы магазин қаяқта? Бағанағы осы сіз рекомендовать еткен осы жаққа барыңдар деп атқан магазин қаяқта орналасқан еді? Зеленый базарда. Қалада екен ғой? Иә, Алматының шетінде. Ол кезде уже прям алыстау болатын саяхатта. Постоянно такси алып, сол жаққа баратынмын, гүлді алатынмын. И сіз айтасыз, и адамдар, короче, ағылып барып жатыр сол жаққа. Иә, сосын мен айтпай кеттім. Вообще ешкімге айтпай кеттім, өйткені бәрі білуші еді ғой. Мен өзім айттым, мен сіздерге 300 теңгеден сатайын, и доставкасы тегін. И сол жақта олар жинайды, сосын мен сатамын, и айтам адресін олар өздері апарады. Маған мысалы 9300 теңге аударады 31 розаға, а мен 6200-ді оларға төлейтінмін. И 3200 теңге өзімді қалтамда қалатын. И сол кезде айына 15 000 теңге стипендия болатын, а мен 3200 теңге бір букеттен жасайтынмын. И сол кезде мен түсіндім, 5 букет сатсам, уже 15 000 күніне. Бұл қай курс еді оқып атқаныңыз? Екінші курс. ВКонтактеден паблик аштыңыз, сөйтесіз да, и осы пабликтен заказдар келіп бастады ма? Я бесплатная доставка цветов по Алматы. Солай жаздым. Бәр жерге адамдарды лайк етіп отырдым. Кімнің туған күндерін білген соң, олардың достарына кіріп, оларды лайк етіп бастадым. Сосын олар көреді ғой сені, и саған жазады. Әртүрлі нәрсе істедік. Бұны қаяқтан білдіңіз осыларды осыны жасау керек екенін, жаңа лайк басуды бағана. Это типа интуитивно келді ма? Жоқ, ол кезде көп тоже курстар болатын әртүрлі. И сол жақта айтатын типа
SMM там и так далее. Сол жақтан қарайсың, бесплатныйлар қарайды. Вообще ешқашан алмағанмын. Бір рет алған бизнес молодости, сол маған қатты көмектесті. Бизнес молодостьпен түсіндім уже қалай жасайтынымызды. И маған бизнес молодостьта не ұнағаны, мен бардым сол жаққа, и көп адам тоже жаңа бастап жатыр бизнестерін. И солармен таныстым, и олар өздерінің фишкаларын айтты, мен оларға өздерінің фишкаларын айттым, и солай үйреніп кеттік. Окей, паблик бар, доставкамен ақша тауып жатырмыз. Сөйтіп уже стипендияның ақшасын тауып қоятындай жағдай істеп жатсың. Дальше? Вот сол кезде көп ақша түсе бастады. Бір есімде жоқ, 200-300 мыңдай таба бастадым. Все, Илон Маск, держись деп айттым ғой өзімнің ішіне. Но сосын потихоньку ақша жинап Талдықорғанда магазин аштым. Мен неге Талдықорғанда ашқанымды білмеймін. Өйткені ешқашан ол жақта болған жоқпын. Просто мен ойладым, Алматыда көп магазиндар бар, конкуренция мықты. Мен Талдыққа барып аша салайын деп. Қай жылы бұл? Сол 14-ші жылы. Уже 14. Иә, бір жыл шамасында. Сол магазин аштым. Бір 500-700 мың теңге салдым сол магазинға. И аштық магазинді. И офлайн, ол кезде 13-14 жылы офлайн жақсы жұмыс істеді. Ол кезде онлайн онша жұмыс істеген жоқ, офлайн қарағанда. Мен оны білген жоқ. Мен ойлаған бәрі онлайнда отыр деп. Жоқ, офлайн жақсы жұмыс істеді, и заказдар түсе бастады. И Талдықтағы магазин тез ақшасын шығарып, біз Алматыдан аштық. Мына ол кезде көте күшті Чоколайф жұмыс істеді. И біз Чоколайф арқылы купондарды саттық. Бесмарт деген компания Чоколайф арқылы купондарды сатып, біз өзіміздің гүлдерін саттық. Сол купондар өте көп сатылды, и мен өзімнің магазинімді прям Чоколайфтың офисінің қасында аштым. Ол Мақатаева, Сейфуллина, қазіргі Мега, ол кезде Мега болған жоқ, сол жерде. Соның қасында бізде магазин болды. Бұл уже бәрі 14-ші жылы отқан нәрсе. 14-ші, иә, 15-ші жылы максимум. Солай развиваться етіп кете берді ма? Потихоньку, да. Москваға барып оқып кеп қойғаннан кейінгі жағдай ғой бұл, Жоқ, Москвада әлі барған жоқ. Әлі бармаған. Иә, әлі 3-ші курста, 4-ші курста оқып жүрмін. 4-ші курсты 15-ші жылы бітірдім. И 15-ші жылы маған бір күшті вариант түсті. Тегін Москваға магистратураға барасың. Мен ойлағам, гүл ол просто несерьезно, металлургия вот серьезно. Металлургиямен жұмыс істеймін. И сол үшін Мәскеуге кетіп қалдым. Магистратураны бітірдім. Сол кезде 3 жылға магазиндарды сатып жібердім мен. Талдықорғандағы, Алматыдағы, Қостанайда ашылдық, Астанада ашылдық, 4 магазинді бәрін сатып жібердік. Ол кезде аты Royal Flowers болды, бірақ Royal Flowers именно атын сатқан жоқпыз. Біз просто холодильнигін, ішіндегі гүлін, там шелектерін бәрін сатып жібердік та. Бірақ өзім логотипті Royal Flowers сатқан жоқпыз. Сосын 17-ші жылы қайттым. Как раз 10-ші сентябрь ол экспоның соңғы күні. Мен ойладым, Мәскеуден Алматыға келем, Алматыда жұмыс істеймін. Бірақ кішкене ұялдым, өйткені көбісі менің конкуренттерім уже мықты машинелері бар, өздерінің магазиндары бар, біреуде вообще бір базар болған цветочный. И ойладым, мен қазір олармен бастадым. Бірақ мен 3,5 жылды Мәскеуде болдым, и олар менен қатты озып кетті да. Мен қазір барсам, с нуля начинать, что-то неудобно, и барған жоқ. Ұялып, Астана өші салдым. Менде конкуренция высокая, и сол үшін мен, жеңілем деп Астанаға бара салдым. Астанада как раз ол кезде конкуренция жоқ, 17-ші жылы. Бар болса да онша қатты емес. 17-ші жылы сояқта бастадық. Сонда 17-те қайттан басталған болып тұр ғой сонда? Иә, 0-ден. Сонда, нөлден. Сонда 17-тен бастап есептейміз, ол 17, 24. 17-те Астана қаласында ашылды, точка, офлайн. Чубарыда ашылдық, Чубары деген микрорайонда. Потихоньку жұмыс істедік. Ол кезде біз 17-ші жылы әйелім екеуміз, ол кезде әйелім емес, қызым. Ол кезде екеуміз көштік Астанаға. И сол кезде араласып, ол Нұр Отанда жұмыс істеді, мен сол Royal Flowers'та жұмыс істедім. Еще SMM жасадым кейбір компанияларға. Просто чтобы ақша болу үшін. Өйткені ақша әкелді цветочный сол кезде. Неге бизнес бастаймын деп ойлаңыз, сол жерде мысалы оқып бітіріп келдіңіз, жұмысқа тұра саламын деген бір идея болмады ма? Болды идея, бірақ зарплаталарын көргенде сразу ойландым, жоқ, маған бостандық важнее. Бастап атқанда бизнесті осындай өмір сүрем, осындай табыс табам деген цель болды ма, сондай идея болды ма?
күнде идея бар, бірақ осындай деңгейде болатынымызды ойлаған жоқпыз басында. Ну, қазір кейбір кезде осылай жатамыз, мысалы, Саня екеуміз сөйлесеміз там. И этот, ну, ты думал, что мы здесь будем жить там? Ты думал, что мы будем ездить на таких... Я говорю, ну да, в принципе, предполагал, но что прям так будет хорошо. Нет, но мы же молодцы, мы же трудились. И біз бірімізге айтамыз, мы же реально трудились. Вот менің командам отыр мына жақта, олар біледі. Біз өте көп уақыт бойы жұмыс істейміз. То есть бізде түн жоқ, там кеш жоқ, суббота, воскресенье жоқ. Кеше ғана мен өзім доставка жасадым. Курьер болып жұмыс істедім. Содан кейін қай жылы келдіңіздер сонда Алматыға? 2017 Астанада ашылып отырық. 20-шы жылы ковид біткен соң 20 мен 21 жылдың аралығында келдік. Вот ковид только послабление болды и Алматыға көштік. Сонда 20-21-де Алматыға келдік. 21 жылы біз Алматыға келгенде кішкентай помещение алғанбыз, 36 квадрат магазин. И сонымен бастадық, просто гипотеза ретінде бастадық, бірақ уже опыт үлкен, барлығын білесің, поставщиктардың бәрін білесің, бәрі сені таниды, сен Астанада көп гүл сатып аласың. Ол кезде қанша миллион істейтін едіңіздер в среднем в месяц? Айына 30 миллион. Күніне 1 миллион жасайтынбыз Астанада. Сосын Алматыға көштік. 2000, мен просто білетінім 2022-ден бастап, по-моему, білем уже. 2021-де Алматыға келіп, одан кейін уже Алибековтермен коллаборациялар басталды, ол қай жылдары? 21 жылы біз Бейбіт шақырдық, сөйлестік. Басында ол ойлаған реклама ретінде жұмыс істейміз деп. Просто там сторис мынанша тұрады, пост мынанша тұрады деп айтқан маған. Осындай столда мен айттым, жоқ, давай бір басқаша жұмыс істеп көрейік деп. И Бейбіт айтады, мен олай жұмыс істеп көрген жоқпын, бұл бірінші опыт, давай көрейік деді. И бір-бірімізге сеніп, бір-бірімізге вот мысалы бізде даже договор жоқ. Вот 21 жылда, бүгін 24 жыл, бізде бірде-бір қағаз жоқ арамызда. Бәрі супер понятийно, бәрі мысалы басында біз былай айтқанбыз там, бір пост, там 4 сторис и так далее. Бейбіт алады да там көп посттар, көп сторис жасай береді. Ол сондай адам бізге көп жасады и көп клиент келген соң ол тоже процентте ғой, ну, ақшадан да, и бір-бірімізге күшті импульс берілді. Просто мне интересно, көбісі түсінеді да, когда иногда осындай мықты блогерлермен жұмыс істесе тоже болатын, амбассадор етсе болатын, но қорқады же барып сөйлесуге, может келісуге, типа сондай болмады ма? Ойланып, қорқу, не знаю, бару сөйлесуге келген кезде. Жоқ, мен өзімнің условияларымды айттым ғой. Егер де келіспесе, окей, ну, то есть... Бірақ мен өзім басында ойлағам, Бейбіт қызық. Басқа блогерлар қатты оларға даже қараған жоқпын. Просто бір ғана блогер болды басымда. Мен ол кезде Кенияға ұшып баратырмын. Мен айттым оған, Бейбіт, мен 10 күннен кейін Африкадан келемін, и біз отырайық. Все хорошо, давай. Біз келдік, осындай өзімнің видеомды айттым. Ол маған сенді. И күшті результат болды. Бұл переломный бір момент деп ойлайсыз ба, осыны бір? Ең бірінші переломный момент ол біз басқа сегментке кетіп қалдық, ол 19 жылы. Менің әйелім жұмыстан шығып, бізге жаңа импульс берді, логотип жасадық, брендинг жасадық, басқа чектерге саттық, басқа гүлдерді, более качественный гүлдерге кеткенде, сол ең мықты импульс болды бірінші. Екінші сол Бейбіттің келуі. То есть мен осында отырғаным менің партнерларым арқасы. Байқағаным көп осы интервьюда, көп сахнада вообще выступать еткен кезіңізде постоянно осылай партнерларымның бәрін арқасы деп көп айтасыз. Неге? Қалай сонда? Типа ол тәрбие ма сондай? Или ол қалай ол? Жоқ, шынымен олай. Ол просто сондай ма? Ол шынымен солай. Өйткені мен операционщик. Мен көп уақыт бойы операционкадамын, финкаларды қараймын, там, воронкаларды қараймын, конверсия, бәрін қараймын. А олар стратегически күшті маған көмектеседі. Олар, давай былай істейік, давай Шымкенттен ашылайық, давай Чикагодан ашылайық. Вот қазір
сентябрь-октябрьде біз Дубайдан ашылып жатырмыз. Ну, то есть олар маған стратегияны береді, мен олардың жұмысшыларымын ғой, по идее. Мен жұмыс істеймін. Ну, такой. Бұның бәрін қақтан үйрендіңіз қазір, мысалы 500 адам басқарып жатсың ғой. Енді бұл қақтан келді, опытпен келді ма, сен біреудің тек қана опытпен, күнде бірдеңке үйренесің, күнде сенен үлкен кәсіпкерлердің қасынан шықпайсың, кеңестерін сұрайсың, қалай сендерде былай болып жатыр, мынау қалай болып жатыр. Біз қазір бір жақында маған Арчибальд келген, и біз сол Европада болғанда айтады маған, а как вот сделаем футбольный клуб большой свой. И біз соны ойластырып жатырмыз. Мен айттым, менде бір ғана вариант бар. Біз барамыз Боранбаевқа, там тағы 5-6 функционерлерге. И сұраймыз, қалай олар жұмыс істеп жатыр. Олар бізге айтады, біз соны істейміз. Егер де бізге келмесе, кішкене ауыстырамыз, кішкене өзгертеміз. Вообще ешқандай секрет жоқ. Бір ғана секрет, просто опытпен бәрі келеді, и бәрін уже сенен басқа бизнесменнен сұрау керек. Істеп қойғаннан сұрай салу ең тема вариант дейсіз ғой. Ең оңай. Мен ойымша одан күшті вариант жоқ. Бірақ қарау керек, қазір ренжімейтін шығар, ешкім инфобизнесмендерді онша қатты жақсы көрмеймін. Мен тек қана сұраймын сразу. Қандай опытым бар, сен инфобизнеске келген алдында. И егер де опыты болса, егер де оның артында бірдеңке тұрса, онда сондай адамдармен сөйлесуге қызық. Өйткені кейбір адамдар кеңестерін айтады, ол кеңестерді өздері істеп көрген жоқ. И просто біреудің кеңесін пересказывать етіп жатқан адамдарға сенбеймін. Типа опыт жоқ та өзінде жасалған, Бұны ше көшіру деп ала аламыз ба, мысалы? Бана сұрайсың ғой, істеп қойған адамнан. Либо копировать ету туралы қалай ойлайсыз, мысалы? Көшіресің ғой басқа компаниялардан ше. Былай істеп жатыр екен, анау былай істеп жатыр екен, анализ жасап. К этому как относитесь деген сияқты. Вот мысалы копировать етсеңіз конкуренттерден. Вот егер де сіз конкуренттерден копируете, тогда сіз уже артасыз. Ну, получается, сіз их догоняете. Самый лучший вариант, менің ойымша, олардың ең күшті реально акцияларын, бірдеңкелерін алып, еще улучшить. Біз қалай жасаймыз? Мен отырамын, мысалы, и таргет түсіп қалады маған, любой цветочный. Мен қараймын, алатын едім ба өзім, или алмайтын едім ба мен олардан осы таргеттен. Егер де маған қатты ұнаса, я скриню, отправляю и говорю, вот эта картинка у них не очень, текст классный, там шапка вот такая. Ну, то есть ты копируешь, но изменяешь. Потому что если ты просто скопируешь, что получится, что сен артасың, қалып жатсың. Надо улучшить десеңізші. 100%. Ал вообще бағанағы нәрсені үйрену үшін қастарында жүру деп жатсыз ғой, кәсіпкерлердің мықты. Или соның ассистент болатын болсаңшы, ол қалай болады? Оған қалай қарайсыз, вообще қалай ойлайсыз? Мен көп адамдарға соны айтам, ассистент ең мықты, күшті профессия деп ойлаймын. Бірақ сіздің қасыңызда күшті кәсіпкер болса. Өйткені сіз оның опытын алып аласыз. Бірақ қазір қиын уже. Біз соны көп айтып жатыр, ассистент деп, қазір уже кәсіпкердің қасына тұрып алу қиын. Қазір ассистенттердің өздері күшті кәсіпкерлер, уже күшті там операционщиктар и так далее. Сондықтан егер де сіз мүмкіндігіңіз болса, онда ассистент болып барыңыз. Любой кәсіпкерге. Егер нольдан бастайын деп жатқан опытың жоқ адам болатын болса. Бірақ келіңіз, айтыңыз, мен 3 жылға келдім саған, 3 жылдан кейін кетем, бірақ 3 жылда мен саған максимально көмектесем. И все. Түсіну керек нәрсе, наверде адамдарға вообще, егер нольдан бастап вообще опытың жоқ болатын болса, белгілі бір кәсіппен айналысып, уже результат істеп жатқан мықты адамдар болатын болса, соның қасына жұмысқа тұрып көмектесіп ақша тапсаң болады. И екінші күшті инсайт, то что, ребят, сен білмейсің, бір нәрсе істегің келіп жатса, уже істеп қойғаннан сұрай саласың. Істеп қойған, сол результатқа жеткен, сондай адамдардың қасында жүрсең, аралассаң вообще. Вообще оңай ғой, біреуді мақтап жүрсең, ой, красавчик, сіз вообще мықтысыз ғой, сіз маған бір кеңесіңізді берсеңіз, мен просто білмей тұрмын қалай істейтінімді. Бәрі айтады сізге. Соны осы адамдардың басында бар андай мақшағанеше. Ой, олар айтпайды ғой. Айтады. Конкурент ғой деп. Даже конкуренттердің өздері айтады. По-любому айтады, потому что оларға адамдарға признание важнее всего. Вот признание, сіз күштісіз, ол ең важный.
Сен космоссың, біз қайда, мына тұрмыз, пожалуйста, мына жерін айтып жібере салшы. Тем более қазақтарда кішкентай кезінде олай қатты әке шешелері олай айтпайды. Сен красавчиксің, сен там. Біз қазір сөйлестік, балалармен, менің досым, оның ұлы Барселонада ойнайды, академияда. И бәрі шығып жатыр, олар 6-0 жеңіліп қалған ғой бір командаға. Бәрі шығып жатыр. Апа аталар, сен молодецсің, ол бірінші матч сезондағы, келесі ойында жеңесің деп айтып жатыр. Ол говорит, я сижу в шоке просто. Мен өз баламды күтіп жатырмын уже орайын деп. Чё за игра такая 6-0? А олардың менталитеттері басқа. Олар мақтай береді. И мақтау арқылы сен сенім бересің. Өз балана ойна алады деген. Ал сенім это самый ключ к успеху ғой. Негізі адам ішінде сенсе, болды, кетті. Из-за этого бала тәрбиесінен бастап сену керек. Балаға сеніп айтатын болсақ. Сізге әке шешеңіз сөйтіп сеніп айтатын бет, сен қолымнан келеді, давай, сен бәрін істейсің. Олар былай да, 50-50, өйткені все равно олар қатал ұстады бізді, бірақ солай айтты. Қазір көп айтып жатыр. Мен сенгем деп. И ол қатты мотивация береді, қатты жұмыс істеген келеді, тағы бірдеңе істеген келіп кетеді. И солай сіз любой адамға жақындасаңыз, ол шынымен мақтау керек. Өтірік мақтамаңыз. О, сіздің шашыңыз әдемі, ауыл мысалы вообще лысый да. То есть надо реально күшті мақтауға. То есть чтобы попадало. Чтобы не было такого, что он чувствует, что вы подхалимничаете или что-нибудь такое. Енді БМ деп айттыңыз ғой, бизнес обучение маған қатты көмектесті деп. Енді дәл қазіргі уровеньге жетуге басқа адамдардан сұрадым, опыт алдым деп отырсыз ғой. Сонда да бір обучениелер өтілді ма? Мен просто интересно да, 500 адам басқарып, осындай үлкен компания істеп отырсыз ғой. И ойлаймын да, қалай мына операционка, орг структура қалай құрастырылған деп ше. Қазір сіз ренжитін шығарсыз, бірақ көп адамдар менен ақылды, менен күшті, олардың күшті опыттары бар, консалтингта опыт бар. Олар бізде жұмыс істейді. И олар реально мықты адамдар. Олардың опыт. Мен қазір кәсіпкер ретінде өзіме топтарды іздеймін. Вот егер де сіз қазір осы интервьюны қарап жатсаңыз, или подкастты да, егер де сіз бос болсаңыз, и сіз өзіңіз ойынша, сіз ақылдысыз, сіз күшті мамансыз, келіңіз бізге. Мен мысалы продажада бізде менен мықты продажник отыр. Там HR-да да менен мықты адамдарда түсінетін адам отыр. Мен просто вот кәсіпкер ретінде мен олардың бәрін тауып, олардың арасындағы осындай связканы жасау керек. Сен уже все футболист емессің, сен тек қана тренер ретінде болу керексің. Вот кәсіпкер, үлкен кәсіпкер, ол тренер. Егер кішкентай кәсіпкер, это вот как раз вот там нападающий, который старается, да, но үлкен объемда, үлкен лигаға шықсан, үлкен адамдар болса командада, сен тренер болып кету керексің. Вот тренер ретінде сен күшті адамдарды қоясың. Мысалы там защитада сенде флористтар, да. И біз осылай ойлаймыз. Мен келісемін 100%. Бірақ енді осы адамдарды іздеп тауып алу деген ол жаңа опытпен келді ма сонда? Әрқайсысын алып сөйлесіп көрдің, жұмысқа қойдың. Или осы бойынша да мысалы қай адаммен қалай сөйлесу керек, қалай көру керек, білу керек, осы бойынша бір обучениелерде болмадыңыз ба? Мен болдым обучениелерде, бірақ оларды прям рекомендовать етіп айта алмаймын. Әр обучениеден кішкене аласың ғой, әр өзіне керегін. Адамдармен араласасың. Біздің бірінші ол адамгершілік качестволары, екінші ол скиллдары. Қалай біледі, там, бухгалтер. Кейбір қазір бір жақсы проблема деп айта аламын, бірақ жақсы ол проблема. Бәрін біледі. Просто уже бәсекелестік тек қана адамгершілікте болады да. Скоро вот мысалы бұрын там необразованный деп айтушы еді да. Қазір мектеп жақсы, университет нормальный. В принципе, барлық адамдар орфографиялары нормальный, сөйлеу қабілеттері жақсы, түрлері әдемі да. Просто тек қана адамгершілікте уже. Сен уже өзіне күшті, өзінің андай soft skillдары бар адамды табындайсың да. Там не только адамгершілік, оның мақсаттарға жету қабілеті, оның көп тырысуы, сондай нәрселер тоже табу керек адамдарда. Қазір көп жұмыс істеймін деп қалыңыз. Қаншалықты көп жұмыс істейсіз? Мысалы, аптасына 7 күн болса, мысалы азынан кешке дейін ба, қанша күн демаласыз имеется в виду? Осылайынан сұрайықшы. Мен мысалы айына 23 күн жұмыс істеймін, 7 күн бір жаққа кетіп қаламын.
айына бір рет біз бір жаққа ұшамыз. Либо жалғыз, либо семьямен, либо там вот папамен, да. Айына бір рет бір жаққа шығамын. Оны айдың басында шешіп қоясыздар ма, жаққа кетеміз деп, или Шынымды айтсам, одан да ерте. Мысалы, біз білеміз уже там сентябрьде кетеміз, октябрьде кетеміз, декабрьде білеміз. Ну, то есть былай уже продумал. Сонда бірінші демалысты планировать етесіздер, да? Соған соответствующий уже жұмыстардың графиктерді бүйтіп. Иә. Мен сізге сосын көрсетейін Google календарьды. Бәрі жазылған. Дальше я покажу прям сразу. Сразу камераға көрсете салайық. Это что, твой телефон? Вот менің ассистентім менің календарімді біледі, да. Вот мысалы, да. Январь и қызыл ол мен мемлекетте емеспін, или қызыл там басқа нәрселер, да. Январь, февраль, март, апрель. И әр күн сайын сенде өзінің задачаларын тұрады. И все ол задачаларды уже подстраивает под сенің графигіңе. Вот мысалы мен майда ешқай жерге барған жоқпын. Но экспедиция жасадық Итаевпен бірге, там суббота воскресенье кетіп қалдық. И мысалы мына жақта Китай 2 рет Қытайға бардым. Мартта там мысалы Бишкек, Греция, Милан, Швейцария, ну Франция, опять Китай. Ну то есть и вот каждый раз сен білесің уже примерно өзінің графигін. И күнде графикпен жұмыс істеу керек. В общем, қызыл сіздің демалыс, сен кететін жерлерің, соған соответствующий басқасын бәрін қойып шығады ғой енді. Иә. Алматыда болып демалу ондай кішкене түсінбеймін. Вообще күшті нәрсе, күшті философия, мне кажется, ше. Демалысты бірінші қоясың да, и жұмыстарын соған байланысты реттейсің, потому что өмір сүріп те тоже үлгеру керек. Семьяға қаншалықты уақыт бөліп үлгеріп жатсыз? Ой, мен прям ондаймен мақтана алмаймын. Өйткені мен бізде постоянно день папы воскресенье сайын мен жоқпын. Соны білмеймін қалай реттеуге. Егер де сіз білсеңіз комментарийге жаза салыңыз. Мен постоянно жұмыстамын. Кеше мысалы воскресенье, день семьи, да. Мен кеше курьер болып жұмыс істедім. Айттым ғой, бейбіт екеуміз кеше соревнование жасадық. Қалай болды, кстати? Күшті. Результат қалай болды, кім ұтты? Бейбіт жеңді, 470 мыңға мен озып кетті. Ол 3 миллион жасады, мен 2,5 миллион жасадым. Вроде сториста бір байқап қалғанымда сіз озып келатыр едіңіз ғой? Мен 900 мыңға озып келе жаттым. Сосын ол 1-3 балаға звондады, айтты, маған 900 мың жетпей жатыр, тез алсаңдаршы. И олар 300 мыңнан 500 мыңнан букеттерді ала салды, жеңе салды мен. Осындай бейбіт жаман адам. Мен айттым оған, мен қазір тоже звондай алам. Бірақ біз договорились, что 8-ге дейін. И бір-біріміздің результаттарымызды білмейміз. Басында қатты озып келе жатқан, мен достарым көп поддержка жасады, 20 шақты доставка жасадым. Сосын бейбіт озып кетті. Енді Астанада тағы бір батыл жасаймыз деп ойлап жатырмыз. Астанада, иә? Келесі айда. Жақсы, осы енді Инстаграммен, осы личный брендпен сауда істеп жатырсыздар ғой кешегі енді. Ол қаншалықты көмектесіп жатыр қазір сауданың өсуіне, сіздің брендіңізді дамытып жатқаныңыз қаншалықты көмектесіп жатыр бизнесіңізге? Ну, осындай кассалар, олар үлкен кассаны жасайды деп ойламаймын, бірақ олар больше имиджевый. Көбірек адам сенен заказ жасайды. Олар бүгін көреді, сосын ертең алады. И Қазақстанда бармыз ғой, барлық қалаларда да. Мысалы, біз Алматыда жасап жатырмыз доставкаларды. Олар Оралдан алып жатыр, Шымкенттен алып жатыр, Тараздан алып жатыр. Ну, менің аккаунтымды, бейбіттің аккаунтын басқа қалалардан да қарайды ғой. И сондықтан заказдар түсе бастайды. Әр жексенбі, воскресенье, день папы, бірақ сіз болмай қаласыз. Оған қалай қарап жатыр енді сіздің мысалы? Әйеліңіз или не знаю, қалай болады сол жағынан? Ол ренжиді, айтады, вот в следующее воскресенье, вот точно, да. И солай, ну, конечно, уақыт бөлуге тырысам, бірақ айта алмаймын уақыт бөлемін деп. Күшті әкемін деп айта алмаймын. Я өзімнің ұлдарыммен өте күшті, жақсы, прям арамызда күшті бір эмоциялар бар. Бірге футболға барамыз, олар футбол жақсы көреді. Кішкентай болса да, мен оларға кішкентай кезінен қарайды менімен. Эмоции испытывают со мной они. Но уақыт көп бөле алмаймын. Вот білмеймін қалай шешетін. Осы әртүрлі курстары бар, баланс, мен ондайды білмеймін.
сізде сонда қанша балансты былай алатын болсақ қанша процент жұмыста тұр қазір? 80 деп ойлаймын. 80%. Мен бұны сұрап жатқан себебім бірінші, менде балам бар тоже, и мен де соншалықты уақыт бере алмай жатырмын да. Екінші нәрсе бар, мен бүйтіп ойлаған, мен естіген, когда величияға ұмтылған адам, когда величияға үлкен нәрсеге бара жатқан адам, ол көп уақытын уже жұмысқа арнайды, и сен бәрібір кішкене бір нәрселерден жертвовать ету керек боласың. Вот. И сізге кішкене жертвовать етіп жатқан сияқты болып көрінбей ма? Я тоже так думаю. Я думаю, что вот как будто бы, чтобы добиться сверхрезультатов, нужно больше времени уделять работе и так далее. И я даже смотрел, что некоторые предприниматели супер большие разведены, потому что как будто бы они 100% времени там проводят. Но это ужасное оправдание себя как отца, да, и мы с супругой на эту тему часто разговариваем, и мы пришли к выводу, что это не круто. Если ты крутой предприниматель, то ты сможешь уделить внимание семье, просто научись классно делегировать. Вот, значит, ты не крутой предприниматель. Крутой предприниматель умеет выстраивать команду, чтобы она работала без него. Я вот тоже не крутой предприниматель. Я пока что работаю сам в операционке. Но есть люди, гении, которые собирают вокруг себя гениев и потом уделяют внимание и семье, и создают баланс. Вот сондайға тырысу керек. Бірақ жаңа бастап жатсаң кәсібіңді 24 сағат сояқта болу керексің ғой. Болмайды ондай, типа. Мен жаңа бастап жатырмын, бірақ 6 сағат жұмыс істейін. Ну, то есть басында лучше көбірек уақытты жұмысқа. Ал мындайлар ше болады ғой. Үкіметте жұмыс істеп жатады, и тағы дополнительный бизнес істеп жатады. И 24 сағат емес, даже олар аптасына 2 күн бизнес істейді мысалы. Осылай дамуға бола ма, развиваться етуге? Егер де командам болса болады шығар, бірақ мен фокус деген нәрсеге сенемін. Әрдайым сенің фокусың бір жерде болса, сояқта жақсы болады. Вот мысалы сен немен жұмыс істейсің, не істесең де, сояқта уақытын бөлсең, по-любому сояқта жақсы болады. 3-4, мысалы 5-6 бизнеспен айналысқанша біреу үстінде лучше болу дегенге, мықты болу. 100%. Мен соған сенемін. Мен сондықтан да кафе ашпай жатырмын, басқа нәрселер ашпай жатырмын. Тек қана гүлдің айналасында бәрі. 21-22-де заказ букетовты көбірек көретін едім мен. Еститін едім. Инстаграмнан да былай да білмеймін. Я думаю, олар сол кезде лидировали, наверное. И это же типа конкуренция. И оған қалай қарайсың? Конкуренцияға қалай қарайсың? И сен вообще галлап тесттеріңізде қандай сіздің конкуренция бойынша вообще қалай? Көп адамдардың арасында, біздің кругымыздың арасында, вообще блогерлардың арасында бәрі біледі, что менде галлапта ең высокий конкуренция. Мен оған помешан, кішкене неадекватный нәрселер бар менде. Орысша айта берсеңіз болады, орысша тема екен. Қатты көп конкуренция көңіл бөлем. Любой спор болсын, бірдеңке болсын, до конца қырылсам. Сондықтан даже сіз конкуренттерді айтып жатсыз ғой, мен даже олар туралы айтқым келмейді, пікір туралы даже айтқым келмейді. Өйткені біз өзіміздің жолымызда жүрміз. Егер де конкуренттер жақсы сатса, біз қараймыз не істеп жатқанын. Бірақ менің ойымша бизнес ол спорт секілді. Егер де сені біреу озып жатса, сен оған ұмтылу керексің, либо спорттан шығу керексің. То есть не надо быть постоянно екінші орын, үшінші орын. Типа, ол да нормально, ол да призовой. Оған сенбеймін. Мен постоянно. Вот біз Royal Flowers футболдан турнир болды. Біз бірінші орын алдық. Компаниялар арасында. Мысалы, там Инстаграмда әртүрлі конкурстар болады. Мен до конца қырылсам. Конечно, бейбітте тоже конкуренция мықты. И день доставка бізде вообще қырылыс болады. Бір рет 7-7-да жұмыс істегем, 3 сағатта 3 миллион тапқам. Олар айтады, вообще қызық емес, олар жапты ол конкурсты. Одан кейін ешкім сатқан жоқ, потому что уже смысл жоқ дейді. Ну, то есть мен конкуренцияны жақсы көремін. Ол менің ойымша, ол мені как раз вот. Біз Аяз Шабудиновпен бірге бір тренингте болдық, осы Алматыда. 5 күнге телефондарды қалдырып, Дашкиевтің тренингінде болғанбыз. И ода тоже паттерн конкуренции өте высокий.
И біз отырмыз, ол айтады: Адиль, я думаю, короче, я вот разблокировал психологические установки, я думаю, теперь бросить конкуренцию. Но ведь конкуренция мною двигала. Ну, то есть, түсініп отырсың ғой, да, Иә, түсініп логиканы. И ол айтты: жоқ, мен конкуренцияны онда алмай ақ қояйын. Ол конкуренция, ол вообще жаман нәрсе. Ол сені бірінші орынға баулиды, бірақ ол сенің денсаулығына онша емес жасауы мүмкін. Сен тоқтамайсың, сен тоқтай алмай қаласың. Да. Но бірақ енді любой нәрсенің пользасы бар и вреды бар ғой. Но где-то же это по-любому полезно бизнеста өсуге, иә? Вот менің ойымша конкуренция тек қана осындай күшті предпринимательский путь өтетін адамдарға болу керек. А вот басқа адамдарды не надо развивать, потому что сосын ұйықтай алмай қаласың, денсаулығың онша емес болады, күнде жұмыста боласың. Ну, ол өзінің әсерлері. Сол конкуренцияға бейім болғаныңыз, конкуренцияны жақсы көргеніңіз, енді қалапты бірінші тұр деп тұрсыз ғой. Осы рынокта номер 1 болуға алып келді ғой. Қазір рынокта номер 1 деп айта аламыз ғой сіздерді? Менің ойымша, иә. Мен просто басқа данныйларды білмеймін, басқа компанияларды. Мне кажется, типа это очевидно сияқты ма. Может, мен қателесуім мүмкін, может. Но это очевидно сияқты. Вообще мен егер де сіз осындай кәсіпкерлік туралы жолда болсаңыз и бірінші орынға шыққыңыз келсе, бір кітап бар, «Маркетинговые войны» деген. Ол жақта бәрі жазылып тұр. Бір кезімде, помнишь, Шымкентте қар жоқ шығар. Қыста біз Қостанайда постоянно Царь горы ойнайтынбыз. Царь горы осындай. Мініп аласың қардың үстінде, и кто будет на этот Царь горы. И сол «Маркетинговые войны» сол туралы жазылған. Егер де ақшам болмаса, қалай Царь горыға тұруға болады. Партизанская война бар. И бәрі жазып тұр. Күшті түсіндіріліп, қалай сен бірінші орынға шығу керексің. Любой нишада болсаң да. Иә, любой нишада болса да, қандай жағдайда болсаң да, иә? Иә. Оқыңыз, егер де сіз біреуден жеңіліп жатсаңыз қазір, или қалай бірінші орында постоянно тұру керек екендігін. Вот сол жақта прям примерлер ретінде қалай Toyota, Mercedes бәрі қалай жеңіп жатыр осы соғысты. Ол по идее кәсіпкерлік, ол соғыс қой. Шымкенттемін ғой, Шымкенттің баласымын, и біз қанша туылғаннан Шымкентте тұрам. Бірақ қазір қанша бір жыл болмады, где-то 5-6 ай болды ма, 7-8 ай болды мен осы жаққа келдім. Почему? Потому что лидерлердің бәрі осы жақта. И менде де тоже сондай бар нәрсе бар да, что, мен лидер болуым керек. И өзім сферамда әсіресе. Вот. Сондықтан сұрап жатқаным ғой. Вот бір ойды айтайын. Зачем мы родились тогда? Вот если ты смотришь сейчас подкаст, задай себе вопрос: зачем я родился? И когда ты задаешь этот вопрос, типа, ты задаешь: чтобы я был вот таким вот среднестатистическим человеком, и все. И тогда у тебя начинает озарение происходить, что, прикольно, давай найду свою миссию и стану там номер 1. Вообще не важно, чем ты занимаешься. Ты там парикмахер номер 1 в мире. Все супер. Ну, любой нәрсе бірінші орында болсан әлемде 100% уақытта и ақша көп, и признание көп, и вообще өмірің мықты болып кетеді. Қазір енді табыс тауып уақытыңызды делегировать етуге тырысасың ғой. Осы бойынша қалай үйде няня деген нәрселер көмектесе ма сізге? Водительмен жүресіз ба? Осының бәрі осы бойынша айтыңызшы да. И ол қаншалықты көмектеседі, ол қаншалықты дұрыс? Типа, сен балаңа няня қарағаны, допустим, ассистенттің көп жұмыстарыңы бітіргені, или болмаса водительмен жүргенің деген сияқты. Как к этому пришли, я? Бірінші бізде, конечно, няня болды. Қазір вообще няняны Филиппинадан әкелдік. Ол бізбен тұрады. Тек қана воскресенье сайын демалыс ода. Понедельник, субботаға дейін балалармен бірге бізде ұйықтайды, бізде тұрады. Сосын аптасына 3 рет бізге домработница келеді, ол үйді жинайды, тамақ жасап қояды. Сосын кім бар? Ассистентім бар, водителім бар. Ну, водитель просто ол уақыт үнемдейді. Балаларды садиктен алып кетеді, алып келеді, тренировкасына апарады, сондай нәрселер. Сосын мобилографым бар командада.
контент жасаймыз, сосын продюсер бар, ол маған көмектеседі, қандай бүгін контент шығу керек, не істейміз, қандай. Сосын бізде вот ассистент бар Дариға, ол көп нәрсе шешеді енді. И осындай 5-6 адам менде командада бар, ол личная команда деп аталады, ол Royal Flowersқа вообще жатпайды, ол біздің команда. К этому қалай келдіңіз? Мысалы водительмен жүресің, чтобы сенің уақытыңды экономить ету үшін ғой, просто адамдарға түсіндіре алмайсың да кейбір кезде ше, неғып адамдар няня алатын, допустим, ол типа сэкономить етесің ғой уақытты, сен ол уақытта можешь зарабатывать больше деген сияқты. Вообще оңай түсіндірген. Мен мысалы айына мысалы 1 000 000 теңге табамын. 20 күн жұмыс істеймін. Значит, мен 20 күн жұмыс істесем, значит, мен 50 000 теңге күніне табамын, да? Сағатына 5 000 теңге табамын. Мысалы, вот сен санадың да, мысалы. Мен солай түсіндіргем мен әйеліме, неге мен газонка істетпеу керекпін. Вот сіздерге қазір түсіндірем. Бізде Астанада андай частный үй, таунхаус, и сол жақта газон өседі постоянно. И әр жаз сайын мен газонды кесетін, газонокосилкамен. Сосын мен ойландым, математически есептер жасадым, что мен, оказывается, қазір жұмыс істесем, көбірек ақша табам, чем газонокосильщик. И все, соны защищать еттім, сосын няняны солай бәрін өзіміз түсінеміз, что мысалы мен қазір водительмен келе жатырмын сізге. Примерно Алматының жолымен 1 сағат. Мен ол 1 сағатта тағы бір нәрсе істеп қойдым. Ну, жұмыс телефонда, да. Например, водитель болмаса кім балаларды алып кетеді? Мен. Ол қанша уақыт кетеді? Маған бару керек оларға, еще 5-те, да. Алып кету керек, сосын тренировкасына апару керек, сосын тренировкасына алып кету керек. 4 сағатым кетіп қалады. И ол 4 сағат әр күн сайын. Ну, получается, аптасына 5 рет болса, 20 сағатым сояққа кетеді. И сен бәрін санасан, конечно, сенде бәрі тиімді болып кетеді. На самом деле, бізде штатный 3 миллиондай, көп болса 3 миллион теңге кетеді. Вот, зарплатный фонд, обеспечение личного бренда или семьи. Жалпы өзіңнің уақытыңды босататын адамдарды осындай табысқа, жетістікке жеткеннен кейін алу керек па, или жетістікке жету үшін алу керек па? Олардың арасында шығар. Өйткені жетістікке жетпей тұрып, сенде ақшаң болмайды, ол сосын кредит аласың ба, не істейсің, ол дұрыс емес қой. Сен просто примерно 1 000 000 теңге таптың да, әр ай сайын 1 000 000 теңге табасың. Сен былай айтасың, мен водительді 2 миллион тапқасын аламын. Няняны там 1,5 миллион тапқасын аламын. И сонда логика болады. И өзің стараться етесің табуға ол ақшаны. Мен солай істедім да. Ну, бірінші няняны алдық, чтоб әйелім босады, әйелім босаға сон біз көп жұмыс істей бастадық. Жақсы. Бізде подкастты осы вообще бизнес істегісі келіп жатқан, жақсы өмір сүргісі келетін адамдар көреді. Әдемі өмір сүргісі келетіндер, который бай болғысы келетін. Енді бизнес бастайын деп жатыр. Қалай бастаған дұрыс деп ойлайсыз? Не істеп бастау керек? Қалай бастаса болады? Как вы думаете? Білмеймін, қандай бизнес жасалғың келеді. Менің ойымша ең лучший вариант ақшасыз бастаған и тек қана гипотезаларды тестировать етіп. Мен мысалға гүлді бастағанда ақшасыз бастадым. Просто бір жерден таптым гүлді сататын и оны саттым. Ну, то есть ондай товаркалар көп. Мысалы қазір барахолканың бәрі там, Китай Таобао ашық, бәрі. Вот қазір шанс көп ақша емес енді, хотя бы 10 миллион табуға оңай да. Вот 10 миллионнан кейін уже оқу керек, уже там курсқа бару керек, әртүрлі. 10 миллионға дейін оңай үйреніп аласыңдар. Менің ойымша тек қана. Одан кейін қорқыватады. Сізде қорқыныш болған ба? Мысалы, ең қатты қорыққан кездеріңіз, мына нәрсені істеуге мен қорыққам деген сияқты. Қорқыватады ғой, бастауға қорқады, бастап жатқан бизнесінде масштабировать қорқады, какой-то там франшиза запускать етуге қорқады, филиал ашуға қорқады деген сияқты көп қой. И сізде қандай қорқыныш болған? И қалай жеңгесіз, қалай ойлану керек ондай кезде? Істемесем не болады? Вот осындай оймен болсан, то қорқыныш кетіп қалады деп ойлаймын. Істемесең ештеңе өзгермейді. Просто істемесең ештеңе өзгермейді. И вот сондай қорқыныш болу керек шығар. Ол қорқыныш менің ойымша басқа қорқыныштың бәрін жеңеді. А вообще будильникке қойып қойыңыз, нищета, әртүрлі нәрселерді. И сол оятсын сізді. Өзіңіздің дауысын жазып алыңыз и айтыңыз. Мен кедеймін,
өмір бойы сондай боламын деп. И сондай будильник сіздерге әр таң сайын сондай сөйлетіп жатса, онда оянасыз ғой. Жалпы жақсы табыс табасың. Енді финансово полностью обеспечить еттіңіз ғой өзіңізді. Енді финансово. Енді не мотивирует етеді ары қарай? Вообще финансово еще не обеспечил себя, потому что біз академия жасағымыз келеді, футбольный клуб жасағымыз келеді. Балалармен сөйлестім, олар айтады, Ордабасының бюджетін білесіз бе, 3 миллиард примерно. Ну, то есть олар үлкен бюджеттер ғой. Сондай бюджет мен әр жыл сайын өзінің бизнесіме алып, өзімнің хоббиме салу керекпін. Бізде қазір ондай возможность жоқ. Біз первый лиганың командаларын 200 миллионға там обеспечить ете аламыз, бірақ первый лигада ойнағымыз келмейді, мысалға да. И сондықтан да әлі көп жұмыс істеу керек. Жоқ, это же хобби, ал былай финансово сізге керектің бәрі бар ғой енді в целом. Енді ары қарай, бірақ өзіңіздің хоббиіңізға, футболға. Жоқ, әртүрлі ояқта көп нәрсе әлі алынбаған. Біз там үй салғымыз келіп тұр үлкен, біз там Rolls қарап жатырмыз. Ну, то есть көп нәрселер ол тоқтамайды. Вообще ешқашан менің ойымша жетпейді. И сен постоянно. Еще біз қазір благотворительность қостық, 100 бала тренироваться етіп жатыр, менің ойымша. Почему 200 емес? Потом 200 болғанда, почему 500 емес деп ойлайсың да? 500 бала тегін тренироваться етсе, онда ояқтан көбірек қой шанс футбол шығу. Мысалы 100 баладан қазір бірінші лигада бірақ бала ойнайды. Екінші лигада. 100 баланың ішінен. Бірақ бала пробился. То есть 500 бала болса, онда 5 адам шығатын шығар. Сондай логика бар бізде. Ал сіз қалайсыз ба, сонда сіздің сіз тәрбиелеп жатқан, сіз жаңағыдай төлеп беріп жатқан балалардың суперлигада ойнаса екен деген. Иә, ниет бар. Сондай ниет бар ма? Ал одан бөлек вообще бір футбольный клуб ұстағыңыз келе ма сонда өзіңіз Қазақстанда? Біз оны әлі ойластырып жатқан жоқпыз. Қазір шығып жатыр әртүрлі клубтар сатылып жатыр. Бірақ менің ойымша, может, білмеймін әлі. Былай сөйлесем, бүгін оянам, все, может быть, жетпес сатып аламыз. Потом оянам, может быть, өзіміз істейміз. Ну, то есть әртүрлі ойлар келеді, бірақ әлі өзім білмеймін. Қалай істейтіміз? Ояқтан бірақ заработать етпейсіздер ғой особо, Вообще ақша жоқ ояқта. Қазақстанда вообще. Бірақ бір идея бар. Мен қазір сильно вдохновился вот испанским тренером. Ол мынау балалармен 4 чемпионатты жеңген ғой. Осы балалармен. Кішкентай кезіндегі 15-ке дейін, 17-ге дейін, 18-ге дейін и взрослар арасында. Осы балалармен. Қай балалармен? Қай? Вот Ямаль бәрі солар. 7 бала, 20 баладан 7 бала онымен бірге 15 жасқа дейінгі чемпионатта ойнаған. Олар 4 чемпионатты жеңген ғой. И мен ойландым, мысалы 20-шы жылғы балалар, 20-20 жылғы балалар. Олар осы жылы да 5-ке толады. 4-те қазір да 5-ке толады келесі жылы. Мысалға бір общага салып, мысалға бір стадион салып, и сол балаларды, 5 жастағы балаларды бәрін сояққа кіргізіп қойсан, и айтасың, мынау балалар бізде там 15 жыл бойы тренироваться етеді. Тоқтамай, и осы балалар чемпионат Европаны жеңіп алады. Қысық қой сондай нәрсе. И 15 жыл бойы солардың балалардың прям вот все делает, чтобы они выросли суперчемпионы. И менің мүмкіндігім бар, барлық соцсеттарда, барлық блогерларға айтып, егер де сенің ауылында, егер де сенің там қаланда, қасында, көршін 20-шы жылғы бала күшті ойнай білсе, онда жіберіңіз бізге. Тамағын, өмірін, бәрін төлейміз. Просто біз чемпионат Европы и чемпионат мира жеңгіміз келіп тұр деп. Через 15 жылдан кейін. 15-17 жылдан кейін. Идея күшті. Сол 20-шы, 21, 22, 23, 24 мысалы. Мен өйткені 20-шы жылғы деп айтып жатырмын, өйткені менің ұлым 20-шы жылғы да. Сол ұлымда чемпион болу үшін оған тағы бір 15 шақты бала керек қой қасына. И то олардың бәрі еще талантливый болса, талантливый қылып жинайсың. Тек қана талантливыйларды жинаймыз. И ары қарай кетті, с ними надо будет работать. Да, олар сосын клубтарға кетіп қалады әртүрлі. Бірақ бәрі сборный Қазақстанада ойнайды ғой. Біз сборный Қазақстанға вообще федерацияда жұмыс істемеймін мен. Ешқайда жұмыс істемеймін, просто зато мен отырам стадионда. И айтам, мынау балалар бізде 15 жыл бойы
тренироваться етті, и қазір чемпионат Европы, ладно жеңбесін, екінші орын алсын, үшінші орын алсын, без разницы, но хотя бы бір результатқа кетеміз. Қызық қой. Вот осындай миссия салып жатырмын өзіме басыма. Сол обеспечить ету керек, тағы ақша табу керек. Ал жаңағы Барселонаға да жаңағыдай не істеп жатырмын дедіңіз ғой, бағана айтып қалдыңыз осы эфирдан бөлек. Сол қалай, соны түсіндіріп жіберіңізші. Барселонаға сонда 100 000 доллар. Цифрларды қазір айта алмаймын точно. Одан да көп. Балаларды жібереміз, олар сол жақта тренироваться етеді. И егер де ол балалар академия түсіп қалса, онда, конечно, біз ақша таба аламыз даже одан. Бірақ ол балалар, шынымды айтайын, Барселонадағы академиядағы балалар вообще бір сверх ненормальный. Өте күшті ойнайды. Егер де сен 12-ге толсан, все, олар 12-ге дейін средний ойнайды. Даже басқа клубтардан жеңіле береді. Олар өйткені техниканы тренировать етеді 12 жасқа дейін. И 12 жастан 14 жасқа дейін уже физиканы. И 14 жаста просто нереально анаяқта футболисттер. Нереально. Мен қорқам да ол айтуға, бірақ біздің премьер-лигада ойналатын сияқты 14 жастағы Барселонаның ойыншылары. Неге именно Барселона? Жоқ, мен просто ояқта бізде партнеріміз бар, сол жақта жұмыс істейтін. Қазақстаннан. Маған Барселона, мен Баварияны жақсы көремін, бірақ просто ояқта бір адам табылды. Қазір тағы бір достарымыз Атлетика Мадридтің стадион жасап жатыр, академиясын жасап жатыр, Талғарда болады. Ал сонда бұның бәрі в целом проект для души ма сонда? Көбісінде, иә. Не үшін? Ақша не үшін керек? Просто жарата алмайсың ол ақша. Кімге бересің? Балаларына бересің ба? Жоқ, балалар өздері тапсын ақшасын. Менің ұлдарым өздері тапсын өзіне ақшасын. А мен осы футболға жаратайын. Біз әртүрлі істеп көрдік, қазір мені хейтерлер болсын, бірақ әртүрлі благотворительскийге ақша жібердік. Сосын төмен нашар тұратын адамдарға көмектестік да. Ешкімнен сондай рахмет даже көре алмайсың да. А вот футболдағы балалар эмоциялары, олардың әке-шешелерінің эмоциялары, это бір бөлек қой. Біз түсіндік, что біз тек қана балаларға көмектесеміз. Не футбол, вообще тек қана кішкентай балаларға. Уже вот ересектерге, уже семьяларына бар, ешкімге көмектеспейміз, тек қана балаларға. Бағана бір 100 баланы төлеп жатырмыз дедіңіздер, олар сонда жағдайы жоқ 100 бала ма? Жоқ. А просто біз басында жағдайы жоқ балаларды алдық. Тоже бір проблема болды, өйткені олар ойлады, что мы обязаны оларға тренироваться. Тренировкаға келмейді, представь. Тренировкаға келмейді, оған төлейсің, ол келмейді. Мен түсіндім, что ол дұрыс емес тактика. Арчи өздері өзгертті, олар өздері түсінді, олар өзгертті, біз олар айтты. Енді отбор. Даже ақшасы бар, әке-шешелері жақсы тұратын, бірақ олардың балалары тегін тренироваться етсе, если красавчик, если футбол ойналса, конечно, күшті ғой. Тура енді қазіргі қарайтын болсақ, 2017-тің 24 қанша 7 жыл ма? 7 жылда үлкен прогресс ғой негізі. Негізі это өте жақсы прогресс сияқты. Не себеп болды былай? Ең қатты не әсер етті деп ойлайсыз? Осындай бір осылай өсіп келе жатқаныңызға. Енді давай аймен айтып көрейік. Былтыр 2023-те қанша істейтін едіңіздер? 22-де қанша істейтін едіңіздер? Сұмдық рост қой. Өте жақсы рост қой. Не үшін ондай рост болып отыр? Не істеу керек ондай рост болу үшін? Блин, секрет жоқ. Просто жұмыс істеу керек. Мен вообще шынымды айтсам, мен қазір бірдеңкені айтпай тұрған жоқпын. Шынымен ешқандай секрет жоқ. Секретного ингредиента нет. Да, тек қана жұмыс істеу керек. Күнде жұмысқа келесің, күнде бірдеңкені шығарып отырасың. Қандай нәрсе саған клиент әкелуі мүмкін? Қандай канал саған клиент әкелуі мүмкін? Инстаграм болсын. Сізде табыста бір белгілі бір потолокта тұрып қалған кез болмады ма? Бір потолоктан аса алмай, ондай болмады. Болады. Сонда біз барлығын ашып қараймыз. Мына жақтан не болып жатыр, мына жақтан не болып жатыр, мына жақта отзывтар қалай, мынау не болып жатыр. Барлығын разбирать етеміз де табамыз, қай жақтан
клиенттер шығып жатқан, вот как ручей болады ғой. Вот ручей келе жатыр, и бац, сенде постоянно бір нәрсе. Сен маркетингге көбірек ақша салып жатсың, а мына жақта келмей жатыр. И сен табасың, қай жақта не болып жатқанын. Ол оңай нәрсе, просто вот реально шындыққа қарау керек. Может быть, сенің сервисің онша емес, может, сенің продажниктарың онша емес. Сен оны сезіп, қарап, бәрін көру керек. Вообще андай болмай ма? Бұл қазір енді бизнестің ішінен айтып отырмыз ғой. Ал сондай кездер болмаған ба, что сен белгілі бір табыстан аса алмайсың, аспай жатсың, сенің какой-то бір дұрыс емес ойыңнан, басыңнан, мышлениеңнен, типа, блин, как я типа вот так думал, оказывается же вот так деген сияқты, может быть. Ну вот, ол кеңестерден ғой. Кеңес сұрайсың, ол саған бір нәрсені айтады, такой, ёлки-палки, вот так что ли можно было? И постоянно сондай. Но вот андай психологический установка, анау мынау, мен қазақпын ғой, сенбеймін ондайға. Ну, сенбеймін дегенде білем, что ол жұмыс істейтін нәрселер, бірақ өзім бармаймын. Менің ойымша, вот көп жұмыс істесең, көп ақша табасың. Бірақ маған кейбір психологтар айтқан, у тебя неправильная установка, чем больше ты будешь работать, чем больше заработаешь, тогда получается, когда ты миллиард заработаешь, ты что, умрешь? Ну, типа, ол да дұрыс шығар. Бірақ білмеймін мен, қай жерде дұрыс. Мен просто пока что жұмыс істеп жатырмын, и маған бәрі ұнап жатыр. Бизнеста ең қиын моменттер болған, бір момент айтайықшы, бір екі момент. Блин, осы жерлерде было трудно деген сияқты. Когда команда уходит большая, ну, то есть ең қиыны ол ұрлау, біреу үлкен табыстар ғой. Біреу ұрлау жатса, ол сен ол адамға сендің, ол сенің қасында болды. Сондай моменттер болды. Ең қиын мен үшін. Сосын басқа моменттер күнде ғой. Күнде бірдеңке шығып қалады. Күнде шешесің, и уже есінде жоқ ондайдың бәрі. Мен сізбен 100% ондай келісемін да, 100% ше, блин, андай көп нәрсе келеді екен в целом. И вообще секретного ингредиента нету дегенге ше. Вот ойлап қаласың ғой, көп мен енді өте көп оқитын адаммын. Көп оқимын, и түсінесің да, қарап тұрасың да, и типа вообще секрет жоқ. Даже бір какой-то бір рилстарда да, бір личный брендте де, ананы түсірген кезде де ойлайсың, мына нәрсе аламын деп, но секретный ингредиент жоқ болып қалады, и біртүрлі болып қалады адам ше. Одан біртүрлі болып керек емес, наверное. Типа, надо это принять, надо просто работать. Тема мынандай ғой, мықты адамдар жинайтын болсаң, сен енді мықты болып өсесің ғой, өзің мықты болу керексің, өйткені мықты адамдар саған келмейді. И сен калибрыңа байланысты. Егер сен калибрың жоғары болған сайын, сен жоғары адамдарды ала аласың, бірақ сізде бар ма, сенен де жоғары адамдар болуы мүмкін ба? Мысалы, аласың ғой, кейде болады ғой. Сенен де жоғары адамдар. Қалай болады ондай? Осы моменттер. Сенен жоғары адамдар әр нишада. Әр салада. Ну, то есть продажник болсын, HR болсын, по-любому сенен мықты адамдар. Вот. А вот в совокупности сен все равно көп оқу керексің. Если ты чувствуешь, что ты кого-то слабее, должен, как кәсіпкер, да, көбірек білу керек, көбірек оқу керек. Конкуренция басында болу керек. Кайф, рахмет. Бүгін подкаст, біз Азанмен подкаст жазып отырмын, Азанда отырып. Маған қатты ұнады, мен өзім қойғым келген сұрақтарды қойдым. Я думаю, тағы да менде сұрақтар болатын болса, и мен бір нәрселерді әлі ашпай қалған болатын болса, астына жазайық, может быть, қайтадан выпускқа шақырамыз. Әділ, рахмет. Уақытын бөліп, алтын уақытын бөліп, неха келіп, бізбен бірге бір жарым сағат подкаст бергеніңе. Бәріне полезно болды деп ойлаймын. Вообще, бізде подкасттың соңында сыйлық береміз, подарки береміз. Что можете подарить комментарийларға, которые будут нас отмечать деген сияқты? Ой, не думал про это. Бір жылдық запас гүлдер жіберейін. Бір жыл бойы күшті комментарий ма, или қалай таңдаймыз? Ең осы подкасттан ең күшті инсайттарын жазады. Инсайттарыңды аласыңдар да, и сторисқа салып, отмечать етіп, бізді и жазамыз инсайттарын. И солардың арасынан лично өзіңіз тыңдап алсаңыз болады. Салатқан адамдардың арасынан, блин, мынау өтті. 12 ай бар ғой бізде, 12 букет болсын. Бір жыл бойы сіз өзінің әйеліңізге, қызыңызға, мамаңызға бере бересіз. Жеңген комментарий соған берейік. Любой қалада бар ғой Royal Flowers, біз алып келеміз. Жақсы, кайф, я думаю, әдемі сыйлық, ребят. Давайте, не инсайт алдыңдар, комментарийға жазып, сторисқа отмечать етіп белгілеп, осындай нәрсе ұтып алсаңыздар болады. Рахмет, от души. Рахмет. Кайф.